Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге қалай егов приложениесі арқылы өзіңіздің телефоныңыздың тіркеліп-тіркелмегенін көруге болатынын көрсетемін. Ең бірінші қараңыздар, сіздерге ең бірінші мына кодты мен экранда көрсетіп тұрған жазып алыңыздар, жұлдызша решетка 06 решетка осына кәдімгі неге барып жаңағы зонаға барып терулеріңіз қажет болады. Сол кезде сіздерге өздеріңіздің телефондарыңыздың имейі шығатын болады. Осы затта істеп болған соң кәдімгі еговты ашасыздар. Осылай сіздерде главный бет шығады. Еговқа кіресіздер өздеріңіз аттарыңызбен, телефон өзіңіздің атыңызда болса, міндетті түрде еговқа да өзіңіздің атыңыздан кірген жөн. Главный бетте төмен түсе бересіздер. Осылар, как обычно, популярный услуганың ішінде проверка имея абонентского устройства тұрады. Осын басасыздар. Қараңыздар, мен уже кіріп қойдым, сондықтан менде шықпайды. Егер сіз бұрын тіркелмеген болсаңыз, кірмеген болсаңыз, сізге бірінші разрешение сұрайды, сіздің еміңізді, жаңағы емейліңізді, телефон номеріңізді қолданғанға, яғни чтоб тексергенге. Сіз разрешить дегенді басқаннан кейін сізге осындай функция шығарып береді. Мен жаңа көрсеткен жұлдызша решетка 06 решеткамен өзіңіздің телефон номеріңіздің имейл жазып аласыз. Мына жерге сол имейлді жазу қажет болады. Мен былай сандар тересілайын. Сосын я не робот дегенді басасыз. Осы жерден проверкадан өтесіз. Не верифицирован көрсетпе. Егер сізде дұрыс не болса, мен сіздерге қазір өзімнің имейлімді жазып, сосын қалай шығатынын көрсетемін, егер атыңызға тіркелген болса. Қараңыздар достар, егер сіздердің өздеріңіз телефондарыңыз тіркелген болса, ваш жаңағыдай жазылып тұрады, уже зарегистрирован в сети, то есть тіркеліп қойған. Телефоныңызды міндетті түрде тексеріп көріңіз, себебі сіздің телефоныңыз тіркелмеген болса, телефоныңыз істемей қалуы мүмкін, себебі бұл заң шығып жатыр, сондай жаңағыдай телефон тіркелу керек деген.